Сонымен, құрметті жас дос, мен сізге моңғолдардың саяси тарихы туралы мәліметтер берейін. Көңіліңізді аударып, зейініңізді тақтаға қарай аударыңыз. Көңіліңізді бөлсеңіз, Баласағұн қаласы Шу өзенінің бойындағы қала екендігі сізге белгілі. Жетісуды бағындыруға аттандырылған Шыңғысханның нояндарының бірі Жебен Оян 1217 жылы Жетісуға келген кезде Жетісу қалаларының барлығы моңғолдарға соғыссыз беріледі. Соның ішінде ешқандай бір қарсылық көрсетпестен моңғолдарға бас иген қала, яғни бағынған қала Баласағұн. Құрметті жас дос, көңіліңізді бөліңіз. Сізге мынандай сұрақ келуі мүмкін. Баласағұн қаласын моңғолдар қандай қала деп атады деген кезде Гобалык деп жауап беріңіз. Гобалык моңғолдарға немесе моңғолдарға соғыссыз берілгендігіне байланысты Гобалык моңғолша жуас қала деген мағына білдіреді. Сонымен, құрметті жас дос, моңғолдар қай қаланы жуас қала деп атады деген сұрақ келген жағдайда Баласағұн деп жауап беріңіз. Баласағұнды моңғолдар моңғолша қалай атады деген сұрақ келген жағдайда Гобалык деп жауап беріңіз. Ал енді Жетісуды бағындырғаннан кейін моңғолдар ат басын Қазақстанның оңтүстігіне қарай бұрады. Ал енді Қазақстанның оңтүстігіне қарай ат басын бұруды мына оқиғалардан басталып кетеді. Ол 1218 жылғы Отырар алапаты.